Сәлем, достар! Бүгін сіздерге греческий салат рецептін ұсынамын. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Салаттың листі осылай кесіп аламыз, қолмен қиып. Бір қияр. Қиярымызды жақсылап тураймыз. Мен осылай туратым, өздеріңіз қалау ойларыңызбен турасаңыздар болады. Ыдысымызға салып шығамыз. Және тәтті бұрыштан қосамыз. Жартысын қосамыз. Осылай етіп тураймыз. Ыдысымызға 3 граммды салдық. Помидордан мен шери қостым. Шериден 6-7 штук саламыз. Брынза қосамыз. Брынзадан 100 граммдай қосамыз. Осылай етіп тураймыз, 3 бұрышты етіп. Брынзамызды салып шығамыз. Ішіне оливкеден 8-9 штук салып шығамыз. Және фиолетті лук тураймыз. Көп қоспаймыз. Бетіне шамамен осылай етіп қойып шығамыз. Және тұз қосамыз. Шымшым дәміне қарай қосамыз. Зәйтүн майынан оливки масладан 3 ас қасық қосамыз. Қара бұрыштан қалауларыңыз бойынша шымшым қосамыз. Және қант қосамыз. Шымшым. Орегanoдан шымшым қосамыз. Және лимон шырынынан 1 ас қасықтай қоссақ болады. Салатымыз дайын. Дастарханымызға қоя берсек болады. Ас болсын. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк бас, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет!